керісінше алайық. Y тең 7-нің x минус 2 дәрежесі плюс 5 дейік. Міне мынау дәрежелі функция. Бұған кері функцияны анықтау үшін 7-нің x минус 2 дәрежесін плюс 5 біз y-ке теңестіреміз. 7-нің x минус 2 дәрежесі тең болады y минус 5. Енді екі жағын логарифмдаймыз. Мына негізге қарап. Бетеміз логарифм. 7 негізді 7-нің x минус 2 дәрежесі тең болады логарифм 7 негізді y минус 5-тен деп. Енді логарифмнің қасиеттері бойынша, 5-ші қасиеті бойынша, мынау дәреже көрсеткіші алдына түседі. X минус 2 көбейтілген логарифм 7 негізді 7-ден тең болады логарифм 7 негізді y минус 5-тен. 7 негізді 7-ден логарифмнің бірінші қасиеті бойынша бірге тең, сондықтан x тең болады логарифм 7 негізді y минус 5, мына жерім, минус 2 мына шетке былай қарай өтеді. Y пен x-тің мәндерін ауыстырамыз, сонда кері функциямыз біздің логарифм 7 негізді x минус 5 плюс 2-ге тең болады. Демек, мына формуламен берілген функция, мына көрсеткіштік функцияға кері функция деп аталады.